бір үзім нан. Баяғы бір заманда бай мен кедей өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі, іші толған алтын күміс екен. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесі бұтамен жапқан қора екен. Алтын күміс түгілі күнін әрең көріп жүрген кедей, егінін егіп, оны суарып, өз күнін өзі көреді екен. Бір жылдары көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын алып, ағаштың басына көтеріледі. Күндер өтіп, бай қарны ашқан соң кедейден бір үзім нан берші, мен саған жарты алтынымды берейін дейді. Сонда кедей алтынның өзіне нан бере алмаймын дейді. Сонда бай қарны ашып, амалы таусылып, тағы да нан сұрайды. Бір көмеш нан берші, мен саған барлық алтынымды берейін деп. Сонда кедей алтынның бәрі өзіңе, нан бере алмаймын деп жауап береді. Амалы таусылған бай басы айналып суға құлап кетеді. Ертесіне су тасқыны тоқтап, кедей жерге түсіп, халықтың айтатыны рас екен. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен.